Өмір намазсыз азан мен азансыз намаздың арасындай. Бір күні жасы үлкен қариядан немересі: «Ата, бір адамның өмірі шамамен қанша уақыт?» деп сұрағанда қария күлімдеп: «Азан мен намаз арасындағы уақыт, балам» деп жауап береді. Немересі түсінбеген сыңай танытып: «Сонда қалай, өмірдің соншалықты қысқа болғаны ма?» деп сұрайды. Атасы да немересінің көңілін жықпай, сұрақтарына күлімсіреп жауап береді: «Иә балам, өмір намазсыз азан мен азансыз намаздың арасындай» дейді. Немересі қайта таңғала сұрайды: «Намазсыз азан мен азансыз намаз дегенді қалай түсінуге болады, ата?» «Ботақаным-ау, өткенде көршіміздің баласы дүниеге келгенде сәбидің құлағына азан айтылды, есіңде ғой?» «Иә». «Сол азанның намазы оқылды ма?» «Жоқ, ол азан намазсыз азан болатын. Ал адам дүниеден қайтқан кезде оқылатын намаздың, яғни жаназа намазының азаны айтылмайды. Міне, сол азансыз намаз, ол намаздың азаны адам туған кезде оқылып қойылған еді». Осындай қамшының сабындай қысқа өмірімізді тек қана жақсылықпен өткізейікші ағайын.